Баршаңызға қайырлы күн. Біздің бүгін қозғайтын тақырыбымыз балалардың психологиялық жағдайы туралы болмақ. Бүгінгі спикеріміз Сайран Азнабайқызы, білім басқармасы жанындағы психологиялық қолдау орталығы басшысы. Қош келдіңіз. Рахмет. Ең алдымен менің ойымша балалар үшін, үлкендер үшін буллинг деген не және ол қандай түсінік екенін айтып түсіндіріп өткен дұрыс сияқты. Сол жөнінде анықтама беріп өтсеңіз. Енді буллинг дегеніміз жалпы ол балалар арасындағы яғни жәбірлеу, жүйелі түрде жәбірлеу. Яғни бір реттік қандай да бір кикілжіңді буллинг деп айта алмаймыз, ол жүйелі түрде, системно деп айтылады ғой. Бірнеше рет қайталанатын болса, осы жәбірлеу, соны буллинг деп айтады. Қарапайым сөзбен айтқан кезде. Енді қазір оқу жылы басталды, бірінші тоқсан аяқталуға жақын. Сіздердің орталықтарыңыз білім бөлімдерімен тікелей байланыста шығар. Сол жөнінде айта кетсеңіз, жұмыс қалай жасалып жатыр? Жалпы біздің енді психологиялық қолдау орталығы 2024 жыл сәуір айынан бастап жұмыс жасап жатырмыз. Біздің орталықта психологтарымыз, мамандар бар, әдіскер психологтар бар. Тағы да айтып кететіні, бізде сенім телефоны жұмыс жасайды тәулік бойы. Жалпы біздің жұмысқа келетін болсақ, бізде барлық білім беру ұйымдарындағы психологиялық педагогикалық сүйемелдеу қызметіне әдістемелік көмек жасаймыз. Сонымен қатар ата-аналар, балалар, педагогтар, барлық осы білім беру процесіне қатысушылардың барлығы бізге көмек сұрай алады бізден. Енді жұмыс жүйесіне келетін болсақ, ең алдымен ол сенім телефонына келіп түсетін өтініштермен жұмыс жасау. Одан кейінгі әдістемелік көмекке келетін болсақ, білім беру ұйымдарына онлайн режимде әдістемелік көмек көрсету, жоспарлы түрде түрлі шаралар өткізу. Ең басты мақсат балалардың психоэмоционалдық жағдайын тұрақтандыру, оларға жағдай жасау, білім алуына жағдай жасау. Жалпы сіздердің психологиялық орталықтарыңызға сенім телефонына қандай мәселелер бойынша хабарласады балалар? Жалпы ең алдымен статистикаға келетін болсақ, 2024 жылы 600-ден астам өтініш келіп түскен болатын болса, осы 2025 жылы қаңтар және қыркүйек айлар арасында 9 айдың ішінде бізде 1700-ге жуық өтініш келіп түсіп отыр. Жалпы өтініштердің басым бағыттары ол ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынастан туындайтын мәселелер, балалардың ішкі күйзелісі, стресске түсу, жасөспірімдер арасындағы кикілжіңдер болып жатады, түсінбеушіліктер болып жатады, сонымен хабарласып жатады, отбасы мәселелері болып жатады, әкесі мен шешесі қандай да бір белгілі себептермен айырылысып жатады, сол кездегі баланың ішкі жан дүниесіндегі мәселелер бойынша хабарласады. Сосын бір айтып кететіні, балалардың біздің сенім телефонға қоңырау шалғаннан гөрі олар SMS жазғанға ыңғайлы. Басында бізде қоңырау осы сенім телефонын өзімізге тіркегеннен кейін, WhatsApp желісін қосқаннан кейін бірден өтініштердің саны бірден көбейді. Яғни оларға ыңғайлы, балаларға ыңғайлы біздің психологтармен SMS жазу арқылы хабарласуға. Осындай өтініштер келіп түседі. Ондай балалармен сіздердің мамандар әрі қарай қалай жұмыс жасайды? Яғни сенім телефонында бізде кезекшілік орналады. Сосын әрбір келіп түскен өтініш бізде журналда тіркеледі. Қай уақытта қандай, кей кезде көбіне енді балалар жасырады, қай мектептен айтқысы келмейді. Қай жақтан келіп, енді облыс бойынша 500-ден астам мектеп болатын болса, сол мектептің қайсы екен бірден айтпайды. Ең бастысы бірінші әрекет біздегі психологтардың тарапынан оның психоэмоционалдық сол кездегі күйін тұрақтандыру. Одан кейінгі бірнеше, енді басты мақсат бұл жерде тек қана онлайн қана көмек бермей, қай мектепте екендігін білу. Одан кейінгі мүмкіндік болса, біздің орталыққа келсе, оларға көмек көрсетуге. Кей кезде болады бір реттік көмек, яғни қандай да бір сұрағы болады, немесе сол кездегі уайымын тұрақтандыру керек болатын болса, солай жұмыс жасалынады. Егер де психологтың сол әңгіме барысында, баламен әңгімелесу барысында, егер де оған ұзақ мерзімді психологиялық көмек керек болатын болса, әрине ол біздің орталыққа келеді. Бұл жердегі жұмыс
ата анамның, яғни баланың заңды өкілінің рұқсатынсыз жұмыс жүргізілмейді. Ол заң жүзінде бекітілген, білесіздер. Сондықтан біз олардың ата аналарынан өтініш, яғни рұқсат қағазына қол қойылғаннан кейін жеке жұмыс жасалынады. Одан кейінгі әрі қаратай жұмыс, ол бала белгілі бір білім беру ұйымында жұмыс жасағандықтан сол жердегі мамандарды да осы жұмысқа тартылады. Бірақ тағы да бір айтып кететіні, ең бастысы баланың сенімнен шықпау. Егерде бала қаламайтын болса, қандай да бір белгілі себептермен, біз онда басқаша жұмысты ұйымдастырамыз. Яғни сол мектептегі жұмыстың балаға зияны келмейтіндей қылып жұмысты ұйымдастырамыз. Ал ата-ана тарапынан, егерде баласы үйіне келіп, ата-анасына осындай жәбір көріп жатырмын, сыныптастары тарапынан не болмаса ұстаздар тарапынан жәбір көріп жатқандығы туралы шағымданса, ата-ана қалай не істеу керек? Ата-ана ары қарай оның қимыл әрекеті, іс әрекеті қандай болу керек? Ондайды өтініштер келеді бізге көп. Осы қыркүйек айынан бастап бірнеше ата-ана хабарласты. Менің балама осылай болып жатыр мектепте, менің балам сондай хабар келіп айтты, не істесем болады деп. Әрине, ең біріншісі бұл жерде ата-ана мектепке барып, мектеп әкімшілігіне айтылады. Нақты осы жағдай бойынша мектеп әкімшілігі өз тарапынан жұмыс жасалынады. Егерде бізге хабарласатын болса, біз сол мектеп әкімшілігіне сол жұмыстың дұрыс ұйымдастырылуына әдістемелік көмек жасаймыз. Егерде ата-ана біздің тарапынан көмек талап ететін болса, біздегі мобильді топымыз бар, психологтар, әдіскерлер бар сол топтағы. Сол мектепке шығамыз. Егерде ата-ана келе алмайтын болса, сол жерде психологиялық көмек көрсетіледі. Балаға да, мектепке де бір реттік көмек емес, жоспарлы түрде бірнеше ретте, яғни біздің тарапынан көмек жасалынады. Қалай ойлайсыз, осы буллингтің салдары суицидке апаруы мүмкін бе балаларды? Әрине, суицидке апаруы мүмкін. Өйткені буллинг жәбір көрсету, физикалық тұрғыда, эмоционалдық тұрғыда, қандай да бір басқа бір балаға жәбір көрсету, егерде ол бірнеше рет қайталанып жүйелі түрде өткізіліп жатса, әрине, егерде оған уақытылы ересектер тарапынан екі жаққа да дұрыс көмек көрсетілмесе, әрине, өзін-өзі қол жұмсауға апарады, ол итермелейді. Біздің қазіргі мысалға буллинг, сосын суицид деген екі терминді жиі қолданамыз, бірақ бұл жердегі мәселе екеуінде жан-жақты жүйелі жұмыс жасау, осы тарапынан, осы әрекет болмауына, буллинг болмауына. Кей кезде мұғалім, жалпы мектеп тарапынан да болып жатады, бір балаға тиісті жүйелі түрде ол жәбірлеу болып жатады. Біздің тарапынан уақытында оны көріп, оған нүктесін қоймағандықтан ол әрі қаратай шиеленісе береді. Сондықтан біз айтамыз, мысалға мынау орта буында 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптар балалар арасында болып жатады. Өйткені білесіздер, жасөспірімдік кезең, бір-біріне деген кім лидер, кім лидер емес деп сондай бір араларында болып жатады ғой. Бір-біріне реттілеу, мінез қалыптасып жатады. Сол кезде дұрыс жұмыс жасалынса, ол 8-ші, 9-ші, 10-ші сынып жоғары буынға кеткенде ол жүйені тоқтатуға болады. Қазіргі енді заман ағымына сай мектептерде түрлі камералар орнатып жатыр деп естідік. Олар баланың көңіл күйін жаңа біліп анықтай алады екен. Сол бойынша қалай ойлайсыз? Қаншалықты камера арқылы баланың көңіл күйін білуге болады? Қазіргі заманда жасанды интеллектінің дамыған заманы, ол әр салаға да бір үлкен бір ауқыммен еніп жатыр. Менің ойымша бұны тиімді қолданған дұрыс. Біздің енді Көкшетау қаласының бір мектебіне қойды деп естіген бар, енді нақты оны зерттеп білген жоқпын. Енді басты мақсат бұл жердегі барлық ұтымды деп айтылатын технологияларды, бағдарламаларды тиімді пайдалансақ, менің ойымша бұны да бір жүйеге келтіруге болатын секілді. Осы тұрғыда енді ата-аналарға, ұстаздарға қандай кеңес айтар едіңіз? Осындай жағдайларға тап болған кезде қандай әрекет жасау керек? Алдын алу үшін деген сияқты. Жалпы ең бастысы қазір бір ересектер тарапынан
біз балаларға көмек сұрауға үйрету керекпіз. Көбіне мысалға буллингке ұшырап жатқан балалар болатын болса да, психоэмоционалдық күйзелісте жүрген балалар болатын болса, ішке кетіп қалады да, яғни жабылып қалады, иә. Яғни бір жерде тұйықталу пайда болады. Яғни бір жердегі біздегі ата-ана болсын, ол педагог болсын, баланың бойында болып жатқан өзгерісті бақылауда ұстау. Бір белсенді жүрген бала үндемей қалуы мүмкін, немесе керісінше үндемей жүрген бала өзінің ішкі жан дүниесін бір қандай да бір іс-әрекеттер арқылы көрсете бастау. Яғни өзгеріс пайда болады. Осы өзгерістерге көңіл аудару. Одан кейінгі педагогтарға айтатынымыз, яғни сабақ беру процесінде ол тек қана сынып жетекшіге, немесе мектеп психологына, немесе әкімшілікке қатысты емес, ол жалпы оқу процесіне қатысып жүрген барлық ересек адамдарға қатысты балаларды үнемі қадағалауда ұстау. Егер де қандай да бір өзгерістерді көріп жатса, қазіргі 111 байланыс орталығы бар, иә, біздің сенім телефонымыз бар. Кез келген уақытта көмек сұрап айту, жасырмау. Олар көбіне әлеуметтік желіге кетіп қалады да, ондағы жасанды өмірге қызығушылық танытады да, менде неге ондай өмір жоқ, менде неге осылай жоқ деген секілді бір басқа бағытқа кетіп қалып жатады, иә. Сондықтан өзгерістерді уақытында көру, оларға көмектесу. Көптен көп рахмет. Сайран Азнабайқызы, ақпаратыңыз үшін алғыс білдіреміз. Осы тұрғыда айта кетеріміз, бізді көріп отырған көрермен осындай психологиялық орталықтың біздің Көкшетау қаласында бар екенін біле жүріңіздер. Сенім телефонын төменде көрсетіп кететін боламыз. Келесі кездескенше.